Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай балалар? Мынандай бір есеп қарастырайық. Массасы м танк биіктік h төнінен уақыт бойы v жылдамдықпен түсіп келеді. Қозғалыстың тарту күші танкінің бір қалыпты жүзістікте қозғалады деп есептеп, қозғалысқа к кедергі коэффициентін анықтаңдар. Енді бұл жерде балалар Ньютон бірінші санын жазамыз. Яғни осы денеге танк әсер ететін барлық күштердің қосындысы нөлге тең. Сондықтан ол бір қалыпты қозғалып келе жатыр. Яғни F танкының тарту күші плюс тіректің ерексе күші плюс ауырлық күш плюс F үйкеліс күші тең 0. Бұл Ньютонның бірінші заңы. Жазып қойып қалады. Ньютонның бірінші заңы сіздерге түсінікті болсын жазып қойып қалады. Енді ой үргесімен жұмыс істейік. Ой үргесімен жұмыс істейік. Яғни егер үргесіне бағыттасын плюс деп алайық та, қарама қарсысын минус деп алайық. Яғни n минус пи тең 0. Бұл жерде балалар пи өрнектеп шығарып алайық. Мына жерде тікбұрышты үшбұрышты көріп тұрмыз. Мына жерде тікбұрышты үшбұрышты көріп тұрмыз. Не? Тікбұрышты үшбұрыш балалар. Яғни бұрышқа іргесіне катеттің гипотенузаға қатынасы косинус альфаны береді. Пи немжіге қатынасы косинус альфа. Осыны жазып қойып балалар. Пи емжіге қатынасы тең косинус альфа. Шөне пи өрнектеп шығарып алайық. Пи тең болады емжі косинус альфа. Енді осы тікбұрышты үшбұрышта балалар пи тауып алайық. Бұрышқа қарсы орналасқан катеттің гипотенузаға қатынасы синус альфаны береді. Бұл қазір есептеп шығару барысында қажет балалар. Пи емжіге қатынасы синус альфа. Шöyle пи өрнектеп шығарып алайық балалар. Пи тең болады емжі синус альфа. Синус альфа болды. Енді балалар екінші теңдеуден балалар тіректің ерексе күшін тауып алайық. N тең болады пи. Пи-іміздің жәнегені есеп шығарғанбыз. Емжі косинус альфа болды. Сонымен басына біріктіріп бір жазып қойық. N тең болады емжі косинус альфа. 7 сыныпта балалар біз үйкеліс күшін білеміз. Мю n. Енді сол үшін анықтап тапқан екенбіз. Сонда бізде мю емжі косинус альфа болды. Бұл біздің 9-ші теңдеу болды. Басымен біріктіріп жазып қойық балалар. F үйкеліс. Біз үйкеліс коэффициентін мю деп алдық балалар. Онда тұрған түкте жоқ. Балалар емжі косинус альфа. Бұл біздің 10-ші теңдеу болды. Енді ой күшесімен жұмыс істейік балалар. Ой күшесімен екі күшесіне бағыттас күштердің бәрін плюс деп аламыз да, қарама қарсы күштердің бәрін минус деп аламыз. Яғни px F тарту плюс px F тарту мотордың тарту күші плюс px минус F үйкеліс болады 0. Бұл жерде балалар бір қалыпты қозғалып келесіздер. Бұлда ой үргесінде тырышта тұрса, ой күшесінде бір қалыпты қозғалып келеді. Бұлда Ньютон бірінші заңына бағынады. Жазып қояйын сіздерге түсінікті болсын. Ньютонның бірінші заңы. Сонымен F тартуды тауып алайық балалар. F тарту тең болады. Біз және px тапқанбыз. Емжі синус альфа минус мю емжі. Бізге F тарту керек жоқ. Бұнарда бірден плюс қоя тұрайық әдіше. F тарту плюс емжі минус емжі косинус альфа тең 0. Біздің мақсатымыз балалар мю тау балалар. Сонымен мю емжі косинус альфа тең болады F тарту плюс емжі синус альфа. Синус альфа болды. Бұл 13-ші теңдеу болды. Енді осы жерден балалар мюді өрнектеп шығарайық. Мю тең болады F тарту плюс емжі синус альфа бөлінген емжі косинус альфа болды. Бұл біздің 14-ші теңдеу. Енді бізде не жоқ балалар? Бізде жоқ синус альфа мен косинус альфа. Енді тағы да сұлбамен жұмыс істейміз. Синус альфамыз сұлба бойынша аштың жүрген жолын не істеп есептейік балалар?
H-тың еске қатынасы синус альфа. Синус альфаны табу оңай болып кетті. Енді косинус альфаны жазайық болады. Косинус альфа. Енді сұлбаны біраз белгілей қойық болады. Нараны А деп белгілейік, нараны В деп белгілейік, нараны С деп белгілейік. Асымызды С деп алалдық болады. Сонымен жазып қойық болады. Бізде атысыны С деп белгіледік. Сонымен косинус альфа дегеніміз АВ-ның еске қатынасы. АВ Пифагормен жұмыс істейік болар. АВ дегеніміз түбірасында С квадрат минус H квадрат болды. Бұл біздің 17-тен болды. Енді косинус альфаны енді өрнектеп шығарып алуымызға болады. Косинус альфа тең болады. Түбірасында S квадрат минус H квадрат бөлінген S. Біздің 18-ші тенде болды. Сонымен 18, 15 пен 18-ді 14-ке қойық деп жазып қойық болар. 15 пен 18-ді 14-ке қоямыз. Біз балар үйкеліс коэффициент мю деп белгілей салдырған үйренген әрпіміз. Мю тең болады F тарту қосу емжі H бөлінген S бөлінген емжі түбірасында S квадрат минус H квадрат бөлінген S. Енді үшін ортақ бөлім келтіріп жерек балар. Ортақ бөлім келтірсек, бізде бір есіміз үстіге кетеді, бір есіміз астыға кетеді. Сонда нараға S деп, сіздерге түсінікті болу үшін S деп жазып қояйын. Сонда бізде F тарту көбейтілген S плюс емжі H. Үстінде де S бар балар. S көбейту емжі S квадрат минус H квадрат. Бұл біздің балар 19-тен де болды. Енді S-ті қысқартып біраз ақшамдап алайық. Қалғанын жазайық. Сонымен мю тең болады. Бөлшектің алымында бізде не қалды балар? F тарту көбейтілген S плюс мынамыз біздің плюс балар. Плюс емжі H бөлінген емжі түбірасында S квадрат минус H квадрат. Енді S дегеніміз балар S жоқ. S дегеніміз V көбейтілген бір қалып қосылған кезде. Оны тағы да жазайық. Енді ара біраз ақшамдап алайық. Бір бөлінген түбірасында S квадрат минус H квадрат деп жазып қойық. Біраз тағы да ақшамдап жұмыс істеп жүрейік балар. Бір бөлінген. Сонда бізде қалады. Жеке-жеке бөлшек түрінде жазайықшы балар. Сонда жақсаның ішінде F тарту көбейтілген S бөлінген емжі қосу емжі H бөлінген емжі қалды. Сонда емжі мен емжіні қысқартып жіберуге болады. Міне ақшамдарды болады. Өте жақсы ақшамдарды. Енді ары қарата тағы да есті еске түсірейік. Бір қалып қозғалыста V көбейтілген T. Бұл бізден 21. Енді 21-ді қойып, ең соңғы үйдің формуласын жазайық балар. Мю тең болады. Бір бөлінген түбірасында V көбейтілген T-ның квадраты минус H-тың квадраты. Түбірімізді жабайық. Жақсаның ішінде F тарту көбейтілген V көбейтілген T бөлінген емжі қосу
H қалды. Бұл біздің 22-ші теңдеу қалды. 22 демей жауабы деп жазсақ болады. Сонымен жауабы. Осымен болар сағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.